Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3-ші сынып 60-шы сабақ жалаң және жайылма сөйлем деген тақырып бойынша тапсырма орындайтын боламыз. Бұл жерде бірінші біздің орындайтын тапсырмамыз 36. Яғни мәтінді түсініп оқып, одан кейін мәтіннің соңындағы сұрақтарға жауап жазу қажет. Бейнелеу өнерінің тағы қандай жанрлық түрлерін білесің. Яғни жанрлық түрлері тарихи жанр, мультфильм жанры, тұрмыстық жанр, мифтік жанр. Келесі сұрақ: саған бейнелеу өнерінің қай жанры ұнайды? Маған бейнелеу өнерінің пейзаж жанры ұнайды. Келесі: мәтінде қарамен берілген сөйлемді көшіріп жазып, тұрлаусыз мүшені алып тастап жазып, екі сөйлемді салыстыру қажет. Яғни бұл жерде бізде қарамен жазылған сөйлеміміз пейзаж маған өте ұнайды. Бұл жерде бізде бірінші сөйлем жайылма сөйлем. Неге? Өйткені бұл жерде жайылма сөйлем дегеніміз құрамында тұрлаусыз мүше қатысқан сөйлемді айтады. Яғни бұл жерде ұнайды не істейді? Баяндауыш. Не ұнайды? Пейзаж ұнайды. Қалай ұнайды? Өте ұнайды. Кімге ұнайды? Маған ұнайды. Яғни бұл жерде маған, өте деген сөздеріміз тұрлаусыз мүше болып тұр. Келесі екінші пейзаж ұнайды. Яғни бұл бізде жалаң сөйлем болып келеді. Жалаң сөйлем дегеніміз құрамында тек қана тұрлаулы мүшелер қатысқан сөйлем. Енді келесі орындайтынымыз 37-ші тапсырма. Бұл жерде 3 сурет берілген, яғни қайсы сөздің қай суретке тиісті екенін анықтау қажет. Бірінші сурет натюрморт, екінші сурет пейзаж, үшінші сурет портрет. Келесі 38-ші тапсырма жұмбақты оқып жазу қажет. Түнде күндіз болды, жерге жұлдыз қонды. Бұл қала жарығы. Енді осы екі сөйлемді біз талдайтын боламыз. Түнде күндіз болды, яғни күндіз болды байланысады, одан кейін түнде болды деген сөзіміз байланысады. Келесі: жерге жұлдыз қонды және де жерге қонды деген сөздеріміз бір-бірімен өзара әрекеттеседі екен. Келесі орындайтын тапсырмамыз 39-шы тапсырма. Бұл жерде жай сөйлем өз ішінде жалаң сөйлем және жайылма сөйлем деп бөлінеді. Енді осы екі сөйлем түріне біз мысал келтіріп жазамыз. Бірінші мысалымыз біздің жаңбыр жауды. Яғни бұл жерде жауды не істеді? Не жауды? Жаңбыр жауды. Яғни бастауыш пен баяндауыш қатыса отырып жасалған сөйлеміміз жалаң сөйлем деп аталады. Келесі жайылма сөйлем дегеніміз бұл құрамында бастауыш, баяндауыш және тұрлаусыз мүше қатысқан сөйлемді айтамыз. Мысалы, жаңбыр көп жауды. Яғни жауды не істеді? Не жауды? Жаңбыр жауды. Қалай жауды? Көп жауды. Бұл жерде бізде көп деген сөзіміз тұрлаусыз мүше болып тұр.